Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Бейімбет маңайындағы мектеп балабақша кешенінің 5 сынып оқушысы Қайырлиева Айтолқын. Абай Құнанбаев поэмасынан үзінді. Ескендір. Осы жұрт Ескендірді біле мекен, Македония шақары оған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды. Жасы әрең 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп көршілерге көз алартып қарады оңды-солды. Сұмдықпен әскер жиып қаруланды, жақын жерге жау болып тұр аттанды. Көп елді күтінбеген қырды жойды, ханды өлтіріп қаласын тартып апты. Жазасыз жақын жердің бәрін шапты, дарияның суындай қандар ақты. Шапқан елдің бәрінде бодан қылып, өкіметтің қолынан тартып апты. Ескендір елді алмаған хан қоймады, алған сайын көңілі бір тоймады. Араны барған сайын қатты ашылып, жерін жүзін алуға ой ойлады. Қанішер қаһарлы хан ашуы көп, атағынан қорқады жұрт қайғы жеп. Сол күнде қошеметте айтады екен, ханның ханы патшаның патшасы деп.